Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөрү жана кыргыз элим. Ушу биз тарткан видеону аягына чейин көрсөңөр, ушу дробилка кандай жасалган полный маалыматын аласыңар туугандар. Ана кичинекей оюн ойнотолу дегенбиз. Ушу дробилка канча саатта бир киши жасайт? 10 сааттан 20 саатка чейин любой саатыңар жазып кете бергиле. Bir ay oynaтобуз. Байгеси 1000 сом болот. Кимдер кандай саат жазсаңар да. Эми бир киши киши 5-6 саат жазбагыла, бир эле сааттан жазсаңар туугандар. Ошого 1000 сом белегибиз беребиз, Кудай буйрса, картаңарга же мындайбы которуп беребиз туугандар. Бул дробилкалар биз жасап атканыбызга уже быйыл Кудай буйрса 7 жыл болот. Каякта жасалат десеңер, бул Кара Балта шаары туугандар. Полтавка айылы, трассанын чекесинде эле жашайбыз. Ош-Бишкек жолунда. Заказ берсеңер да болот, наличиеде постоянно бар. Мындан башка дробилкалар да бар. Сценарискалар бар, 20 миңден. Через ремень бар, молотковый системалар бар, баалар ар түрлүү. Бу жасаган дробилкабыз бул 23 миң универсал дробилка, жем чөп тартат. Моторлорун бүт оригинал, подделка койбойбуз туугандар. Видеону аягына чейин көрсөңөр. Канча саатта жасалганда чыгып калат го деп атам да. Кээ бирлеринде 1000 сом акча да эмес. Ушун кичинеден ойното берсек, может кийин чоң байге коюп калабызбы деген ниетте эле эметип атабыз туугандар. Просто көбү келишет, 2 саатта жасап эле 2 саатта эле жасап коем дейт. Көбү ушунчет да 2 саатта эле жасап, муну дробилканы 2 саатта эле чыгарып коем деген усталар толтура. 2 саатта жасай албайсың десең болбойт да. Ошондойлор бар да, спорт эткендер. Өзүлөр жасап көргөн эмес. Зато баягы бышкан ашка сынчы көп дегендей да. Ошондой да. Ошон үчүн ойлоп ким хотя бы мындай приблизительно кичине жакындатып жасаган саатыбызды айтса, ошого белек кылып беребиз туугандар. Көрүүчүлөр жана кыргыз элим, бүгүн дробилка жасайбыз, Кудай буйрса. Дробилка кандай жасалат баарын видеого тартып көрсөтүп бергенге аракет жасайм. Моундай труба сатып келесиңер туугандар. Бул диаметри 50-лүк, калындыгы жок дегенде тройка болуш керек, андан ылдый болбош керек. Хотя бы тройка жакшы. Андан калын болсо эчтеке болбойт, бирок тройкадан ылдый жука болбош керек да. Бул лист монтип кесип аласыңар. Бул трубадан канча кесет десеңер, мен өзүм 30 сантиметр кесем. 30, 40, 50 калаганыңардай кесе бересиңер, өзүңөргө ылайыктап. Листке коесуңар, листти тегеректеп кесип аласыңар. Монтип заглушка аласыңар. Варт этесиңер. Тиги бетинде варт этесиңер, заглушка кылып. И калганын уже отуруп алып көрө бергиле. Акырын тартып видеолорун киргизе берем. Ушинтип тегерек кылып кесип аласыңар. 4 бурчтук кесеңер чөп такалы берет аяктарыначы. Тегерек кыласыңар. Мондай лист аласыңар. Это мондай да. 10 сантиметр лист алып мондай варт этесиңер. Бул эмне дегенде, бул безопасность. Бияка эмне кирсе, чөп ушактан салынат, чөп, жем ушактан салынат. Бияка эмне кирсе, кайта артка чыкпайт. Бул двойной рубашка кылынат да. Муну варт этпесеңер, чөптүн арасына эме кетет. Таш-паш кирет, кайтып көзүңөр чукуйт. Монтип варт этип алгандан кийин бүт шлифовать этип аккуратно эметесиңер. Бияктан кесип алган крышкасын бияка кайта эле коесуңар, өзүнө эле кайта эле варт этип өзүнө эле коесуңар.
Мондай лист темирден оны кесіп аласыңар, қалаған жағына мен көбінесе ортасына қоям. Сен қалаған жеріне қойып алсаң, загрузочный местасы. Өзің заслонканы мындай қыласыңар. Боковой қылып қойсаңар көрініп тұрады, бар жем салынып тұрған бар көрініп тұрады. Ортасынан қылып қойсаңар қандай жем түсіп жатқаны көрінбей қалады. Ошончо боковой қылсаңар, жем қандай түсіп жатқан бүт четкий көрініп тұрады. Примерно мондай болады. Мондай болады, туғандар. Бұл асты да. Мұның размері қанша десеңер, бұның размері 35. 40 қылып қойсаңар да болады, бірақ 35 жақсы да. Мотор мондай уголокко орнатылады. Тегіне ортасына тесігі. Ояқы шкив пычақтар орнатылады, мондай орнатылады да. Бұны орнатқанда туғандар. Бұл уголок, жұқа уголоктан қойып бола. Бұл ең қалын, ең жақшысын қойып болсаңарчы. Бұл ең толтыра функция атқарған нәрседе. Бұл моторды көтеріп тұрады. Моторды қимылдатпайды, толтыра нәрсені бұл. Если жұқа уголоктан қойып қойсаңарчы, моторыңарды талқылайсың, башқасын да талқылайсыңар да. Аз құдай болса 3 бутон варт етем. Тұрғандан кейін дағы тартып көрсетем. Мына туғандар, тұрғандайын ұшынай болып қалды. Кебетесі бұттарын варт еттім. Мына астын әлі көрсеттім жаңылы сізге. Обязательно мұнда подпорка қылып қойғыла. Неге дегенде 3 бұты сынбайды да. Сеткасы болса мұндай жасалады туғандар. Ичи сеткасын үшін белгілі боласыңар. Сеткасын метка қылып алып, разметка алып, ана дрелмен тешесіңер. Онда простой дрелмен де тешсеңер болады. Бірақ уақытты кішіне көбірек алады, жете 1 саат қалаған размері тешіп алсаңар болады туғандар. Туғандар, мұ флянист деп айтылады. Мұндай болады да. Мұны токарьға заказ бересіңер. Мұның размері теші, мұл валдың размері 24 та. Мұндай киіледі. Ана бұл ресор болады. Ресорды балқамен ұрсаңар әлі туғандар. Түзделеді. Чоңдайды барыс қаммен ұрсаңар әлі. Түзделеді. Қандай ресор болады? Бұл москвичный ресоры, портердің ресоры болу, не ресор болу. Ошонмен еметсеңіз болады. Мұндай орнатылады. Аз орнатқанда қалғанын тартып көрсетіп қоямын туғандар. Мына туғандар пычағы бүтірдім, құдай болса. Мына пычағын қойып қойдым. Бұл менің дробилкам пычағым мұндай тегеренеді. На закрут деп айтылады. Неге дегенде болттар чиіп кетпеш үшін бұл бияққа тегеретіп, моторды бияққа да тегеретіп жасасы болады, бияққа да тегеретіп жасасы болады. Астына проводталар алмаштырып, менікі бүгінше мындай қылам, чтобы болттар чиіп кетпеш үшін. Болттар на закрут кетші керек та. Ана мұндай отбойниктерді обязательно варт еткіле. Менікі 3 тұрады мұндай отбойниктерден. 3-өн өлі қоям да. Ана мұның жердің астынан қанша сантиметр болыш керек десеңер, мұның астынан 1 сантиметрден 2 сантиметрге чейін. 1-2 сантиметр нормальный чаап береді. Мен бұны іштеп отқанымыз 7 жыл болды. Ошон үчүн 3 сантиметр қылып қойсаңар да болады, бірақ жем жаман шығып қалады да. Оозун чоң қылып қойсаңар да болады. Бір кичинекей ооз кылбаш керек. Кичинекей ооз кылып койсоңор моторуңарга күч келет, бияка да күч келет тугандар. Эмнеге бир пычак десеңер тугандар, 2 пычак койсоң биякта подшипниктер бар. Мотордун өзүндөчү ошолор чыдабайт, балансировкадан чыгарыш кыйын. Бул жөнөкөй эле темир эмес, бул ресор өтө оор болот. Ошон үчүн бир пычак коюп, идеальный балансировкадан чыгарып койсоңор ушул эле жетиштүү баарын туурап берет.